Құрметті тыңдармандары, біздің қазақ ұлты ата-бабаларымыздан бері қарай үнемі көшпенділікпен өмір сүріп, ат үстінде күн көріп, оның үстіне неше мың жылдыққа созылған соғыстарды бастан кешірген халық. Сол кезде жырғаған тамақтың болмауынан үздіксіз соғыс кезінде алыс жердегі жайылымға барғандардың түрлі ауа райында адам жетіспеу салдарынан, мысалға малшылардың кезегі ауысуы, лайықты болмай қалғанда ана кезегі асып кеткен малшының үздіксіз суықта қалып ауырып қалуын, соның бәрін сол ата-бабаларымыз өздері емдеп, өздері сол даладағы шөптің қасиетін танып, немесе малдардың өне бойындағы әртүрлі жерлерінің дәрілік қасиеттерін таба білгендіктен өз ұлтымызға тән қазақ емшілігін дамытып шыққан. Соның арқасында қазақ ұлты егер 30 жылдардағы қырғындар болмаған болса, ашаршылық болмаған болса, бүгінгі күні 100 миллионнан асып кеткен үлкен ұлт болып отыратын едік. Біздің санымыз 100 миллионнан асып отырған болса, біздің мәдениетіміз бүкіл шетел болып зерттеп, біздің әдебиетімізді сүйсіне оқып, біздің дәрігерлік қабілетімізді зерттеп, бізден көп нәрсені үйреніп отыратын еді. Құдайға шүкір, қазақ емшілігі құрып кеткен жоқ. Атадан балаға жалғасқан қазақ емшілерінің айтып беруімен күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан қазақ емшілігі әлі де жалғасын тауып жатыр. Біз осы лекцияларымызда қазақ емшілігінің түрлі рецепттерін таныстырып айтамыз. Керегini жаратқан адамдар осы лекцияларды қайта-қайталап тыңдап, жазып алып, керегini жаратса болады. Біз тек бұл рецепттердің күндердің бірінде бір ғана адамның үйінде кітап бетінде қалмай, халыққа таралып, халық үшін пайдалы болу үшін ғана жариялап отырмыз. Көкбауыр мен бүйректі қуаттандыруға берілетін тағам. Біз тағам арқылы да адамды емдеуге болатындығын айтамыз. Бірінші рецепт: қызыл бұршақ пен сазан балықтың емдік ролы. Жасалу әдісі: қызыл бұршақты 100 грамды езілгенше қайнатып, сүзіп алған соң 500 грамм келетін сазан балықты тазалап, бірлікте қуырып, пісіріп жейді. Емдік қасиеті: көкбауыр мен бүйректі қуаттандырады. Бүйрек қабынудан болатын ісікке және кіші дәретті азайтуға, көздің көру қуатын арттыруға, асқазан ауруларына да ем болады. Екінші рецепт: бүйрек түбегі қабынуын емдеу. Жұмыртқадан 1 тал, ақбұршақтан 7 тал алып, жұмыртқаның бір бүйірін тесіп жіберіп, ішіне ақбұрышты салады. Тесікті ұннан илеген қамырмен бітеп тастап буға пісіреді. Жұмыртқаның қабығын аршып, ішіндегі бұрышпен қосып, ересектер күнде 2 жұмыртқадан, балалар 1 жұмыртқадан жейді. Емдеу барысы 7 күнге созылады. 3 күн бір курс болып, демалған соң екінші емдеу курсы басталады. Әдетте 3 емдеу курсы аяқтағанда аурудың беті қайтады. Денені жылтып қан толтыруға берілетін тағам: аю балдырған, зімбір қосылған қой еті сорпасы. Жасалу әдісі: 1 килограмм туралған қой етін суға салып, аю балдырған мен зімбірдің әрқайсысынан 100 грамды дәкеге орап, бедиян, даршын қабықтарын бірлікте қосып, баяу отта қайнатып, тұз салып, езіліп піскеннен кейін дәкедегі дәрілерді алып тастап, етін жеп, сорпасын ішеді. Бұның пайдасы: денені жылтып, қанды толтырады, етеккірді теңшейді. Етеккір көбеюге, етеккір шаншуына, туыттан кейінгі іш ауруына, белсіздікке, бала көтермеуге, қуатсыздыққа ем болады. Екінші рецепт:
Buğunun jas müyüzü 1 gram, çavjumur 9 gram. Koldanıverisi ekewin kosup talkandap gününe 2 ret kaynagan sumen içse kanazlıkka yem boladı. 3-nji retsep, buğunun müyüzün keskendegi akkan kandı 50 prensetlik ak arakka kosup 20 prensetlik kan arağını äzirleydi. Yani müyüzde kanga ak arakты kuyganın ak araktın 50% күші әлсіреп, 20% қан арағы жасалып шығады. Немесе тері бұғының күре тамырынан қан алып, оны ақ араққа араластырып, 30% қан арағын әзірлеп, әр жолы 10 мл-ден күніне 3 рет ішсе, қан аздыққа ем болады. Қан қысымы жоғары, бүйрек бауыры қабынған және бауыр қызметі қалыпсыз адамдардың ішуіне болмайды. Бұғының müyüzünün kanın tikeli işuge de olmaydı. Ol öte ıslıqlıq және asqazanға singiriluvi kıyın. Sonduktan buğunun kanın jas adamdardın 40'tan jas tömen adamdardın istetüvi öte ziyandı. Jas adamdardın çaşını ağartıp jiberedi. Jas adamdardın denesi onsuzda ıslık bop duratындықтан buğunun kanı siyahtı қатты ыстықтық қасиеті күшті қанды ішпеген дұрыс. 4-нчі рецепт бала жолдасы. Қолданıverisi 1 dana bala жолдасын жуып тазалап, кептіріп талқандап, әр жолы 9 gramdan күніне 3 рет ішсе, қан аздығына пайдасы бар. Бұл міне атам замандағы рецепт. Көні қазір ислам дінінде бала жолдасын, бала туғанда бірге түскен бала жолдасын емчілік үшін істету күнә болуы мүмкін. 5-нчі бұғы мүйізі желімі 30 gram, сары мия 90 gram, аю балдырған 90 gram, Akçuğunuk 180 gram, öngdelgen kızıl miya 60 gram. Қолданıverisi barlığın kosup talkandap, her jolu 9 gramdan gününe 2 ret işedi. Әйелдердің туыттан кейінгі қан аздығына аю балдырғанмен жеп-жебілді қой етіне қосып қайнатып, етін жеп сорпасын ішеді. Жел құзды қуалап кальцийді толықтыруға берілетін тағам. 1-нчі рецепт. Күшала салып ашытылған чүбәттің емдік ұрғылы. Жаңа сауылған түйе сүтін торсыққа немесе құмшелекке құйып, күшаланы бірнеше тал күйдіріліп, қабығы қырып тазаланған күшаланы дәкіге орап, торсыққа салып, сүтті піскілеп аштады. Торсықтағы чүбәт ашығаннан кейін күшаланы алып тастап, лайықты мөлшерде чүбәттен аш қарында ішеді. Оның пайдасы денені қуаттандырып, жел құзды қуалап, жөтелді басады. Дене әлсіздігіне және кальций құрамын толықтыруға, нерв әлсіздігіне ем. Темір құрамын толықтырып, қанды қуаттандыруға берілетін тағам. Алма шырынына араластырылған балдың емдік ролы. Алманың аштық шырынына араластырылған бал денсаулықты қорғаудың меруерт балзамы делінеді. Оның пайдасы қалыпты істеткенде алма құрамындағы лимон қышқылы метаболизмді тездетіп, қанды толықтап, адамды ажарландырып, өң шырайды ашады. Адам денесінде темір құрамын толықтырып, витаминдермен қамдап, денені жылтыратады. Әйелдердің жүктілік мезгіліндегі құсығын тоқтатады. Дизентерия, улану, ісіну сипатындағы аурулардың алдын алады және оларға шипалы ем болады.